Сәлеметсіздер оқушылар, 84-ші сабақ біздің жобамыз. Денсаулық, зор байлық. Бірінші жаттығу. Суреттердің көмегімен сөз жұмбақты шешуіміз керек. Мына жерде бізде 9 сурет берілген. Сол 9 суреттің аттарын жазып шықсақ, бізде мынау қызыл түспен боялған жердегі әріптерді қосатын болсақ, бір сөз шығады екен. Яғни бірінші сөз доп, екінші сөз терезе, үшінші сөз күн, төртінші сөз сабын, бесіншісі тарақ, алтыншысы су, жетінші сүлгі, сегізінші асық, және тоғызыншы қайық. Осы сөздерді қосқанда бізде денсаулық деген сөз шығады екен. Енді осы денсаулық туралы не білесің дейді. Денсаулық, зор байлық. Біз әрқашанда денімізді сақтауымыз керек. Ол үшін әрқашан таза ауада серуендеп, күннің көзінен D витаминін алып, таза тамақтарды жеп, спортпен шұғылдануымыз керек. Көңіл күйдің денсаулыққа әсері бар екенін ұмытпауымыз керек. Осы тақырыптың мазмұнын ашатын шағын мәтін жаз, мәтіндегі сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Денсаулық адам организмінің қалыпты жағдайы. Адамдардың денсаулығының қалыпты болуы жеке адамдардың ай сайынғы алатын еңбекақысына, жұмыс уақытының және ұйқы ұзақтығына, еңбек және тұрмыс жағдайларына, салауатты өмір салтын ұстануына, дұрыс тамақтануына, елдің жалпы санитарлық жағдайына тікелей байланысты. Осы мәтінді жазып аламыз. Келесі бізде 4-ші тапсырма. Бұл жерде өзің ұнайтын спорт түрлерінің тізімін жазу керек. Оны сыныптастарға көрсетіп бағала. Маған доппен ойналатын спорт түрлері ұнайды. Мысалы үшін футбол, волейбол, баскетбол ойындары. Бұл ойындар адамды ширақ белсенді қимылдауға үйретеді. Сонымен қатар командамен жұмыс жасауды үйретеді. Командамен жұмыс жасау бұл бірлікке тәрбиелейді. Яғни маған ұнайтын спорт түрі, доппен ойналатын спорт түрлері, саған қандай ұнайтын толықтырып жазсаң болады.